Наурыз көктем мен жаңару мерекесі. Осы атаулы шара 19 наурызда күні бойы тарихи өлкетану мұражайында өтті. Мерекенің тарихы, салт дәстүрлері туралы ойын түрінде мұражайшылар оқушыларға айтып берді. Ол қыздарға бәрінен де ұлттық ойындарды үйрену ұнады. Наурыз қандай мереке және оны қалай тойлайды? Қадыр ата деген кім? Тағы көп қызықты оқушылар мектепте емес, мұражайда достардың арасында өткен шарада білді. Көне мерекелердің бірінің салт дәстүрлері туралы үлкен қызығушылықпен балалар білді. Осы күні әр үйде болатын басты тағамдар туралы білді. Мәселен, наурызда үйде міндетті түрде ақ түсті тағам болу керектігін бәрі білмейді екен. Мәселен, қымыз бен шұбат. Ал мереке алдындағы түні бүкіл ыдыстар таза суға, сүтке, қымызға толтырылатынын да білмейді. Бұл жыл бойы үйде тоқшылық болсын деп жасалады. Және бауырсақсыз наурыз мерекесі өте ме? Оны молынан пісіреді. Кейбірі ең үлкен бауырсақ сайысында өткізеді. Бірақ басты тағам дәстүрлі өмірдің 7 элементін: қуанышты, сәттілікті, ақылгөйлікті, денсаулықты, әл-ауқатты, өсім мен Алланың қорғауын білдіретін наурыз көже болып саналады. Балалар ұлттық ойындарды қызыға үйренді. Қыз қууды, теңге алуды, көкпарды.